салса орайды. Біліп тұрмын, бірдеме білетін. Жоқ, мама. Жоқ, ештеңе де болған жоқ. Ештеңе де болған, не айтты, ана жермен жылап отырмын. Ештеңе де болған жоқ. Бәрі сол. Ешкім төбелескен жоқ, мен тек бетім жүрдім дейді. Ол менің досым, мама дейді. Біз тек сол кінәм болып тұр ғой, мен досым. Крайне адам керек болғасын тығып тұр ғой, мен не болса да мен айттым. Балам, шындықты көрсең, бірдеме көріп қалсаң да айтшы, саған уже 12 жыл уже сезон. Я маған айтты, сезонға кетесің деп айтып жатыр дейді. Сезонға оның деген сезонға жібергізейін, Тоқаев мырза, сезонға апармаңыз, жеткіземіз ол шаруаға дейді. Содан шықтық, үйге келдік, мына жағдай енді. Ұйқыда қалсын, ауырып қаласын, маған хат жазып жіберіпті. Военный киім тапсырады екен, адвокат айтты. Военный киім алып шығыңдар деді. Алып шықсам, мен өмірі жолдасымның да қалтасын қарамаймын. Ешқашан міне көзі тұр ғой. Қарамаймын, баламның да. Бардым да, ой, осы біртебе салып жүрген жоқ екен. Білмеймін ғой, адвокат бізге айтты. Менен ақ қағазбен ручка алып қалды деді. Сосын сәл уже мен ана жерде бірдеме жазып жүрген болар. Барып естесем қанша жүріпті. Қарындастарымның үйлерім бәрі жақсы болады. Ойындамады. Ашып оқуға бірінші әкесіне бердім. Оқыш не жасын бала деп. Сен ана жерде хаты бар. Ойындамады, ештеңе ойындамады. Маманың жағын. Сонда да бізді ойнап жатыр жаным. Ондай бала емес, мен өзім. Сен шындықты айт, тек қана шындықты айт деді. Өліп кетсең де шындықты айт деп айтатын бала ол деген. Мама деп жүрген бала көшеге шығып қыдырып жүрсе, бір жерде айтар еді, хулигансың деп, ондай да емес ол деген. Міне әкесі 11-15-те кел дейді, міне мысалы 11-15-те үйде болатын бол дейді, я 12-де әрі кетсе жарты сағат әкесіне ығысатын бала ол деген. Ондай несі біз ақылғанда көрген жоқпын, біреудің бірдемесін сындырып, міне көршілердің куә ғой. Аға, апа, мысық демейді, ит демейді, бәрі жинап алып кетіп, мамамнаға тамақ берейікші, артық жатырға тамақ еді деп. Білмейді. Тоқаев мырзаға айтатыным, баламды ақтап беріңіздер, мен бәріне барам. Мен тауды қопар десе, тауды да қопарам маған үшін. Шындық керек маған, әлік керек. Қара көзі шықмайды деп, военныйлар сол жасап тұрған. Банаға дұрыс айтып кетті, мен қасында қипалақтап тұрған сержант Жауранбай. Кім Алишер деген, әлі есімде сол фамилия шықпайды, мен айтуға қорқытына. Бүгін несіне жасырамын, кімді мен балам 12 жылға кетіп жатса, айтам мен шындықты, бүгін потому что мен балам басқа жерде жатыр, гарнизонда еместен. Айтам, кеше милицияға